Сәлем достар! Біздің Келешек ТВ каналымызға қош келдіңіздер. Каналымыздың алғашқы адал ниет атты еркін подкастымызға қош келдіңіздер. Ең алғашқы шығарым болғандықтан Келешек мектебінің келбеті ретінде мектебіміздің директоры Мұсабаева Динара Жүсіпқызын шақырған болатынбыз. Ендеше кеттік! Қайырлы күн. Бүгін біз мектебіміздің жүрегі осы білім ордасының тыныс тіршілігін реттеп отырған мектебіміздің директоры Мұсабаева Динара Жүсіпқызымен кездесіп отырмыз. Жалпы енді сөзімізді Келешек мектебінен бастасақ, мен осы қаңтар айында республикалық сервис саммитіне барған кезде бізде оқу ағартушысының министрі Жұлдыз Сүлейменовамен кездесу болды. Ол кісі ол кезде Келешек мектебінің қалай дамитынын болашақта, оның болашақта өте үлкен, мысалы, білім инновация лицейі, ниш мектептері сияқты өте үлкен керемет мектеп болатын туралы айтқан болатын. Енді осы тұста сіз осы Келешек мектебін өзіңіз қалай қабылдайсыз? Келешек мектебінің басты құндылығы неде? Жақсы, рахмет айым сұрағыңызға. Енді қазір кезде міне Келешек мектебі туралы барлық ақпараттық құралдарда айтып жатыр. Келешек мектебінің ең негізгі басты құндылығы, кез келген жалпы мектептің басты құндылығы ол оқушы. Яғни кез келген дүниеміз, жасап жатқан дүниеміз ең бірінші оқушыға бағытталу керек. Яғни ол не деген сөз? Яғни оқушының әлеуетін арттыру, оқушының дамуына жағдай жасау, оқушыға қауіпсіз орта қалыптастыру, оқушының дамуына бағытталған әртүрлі іс-шараларды ұйымдастыру деп аталамыз. Яғни Келешек мектебі дегеніміз ол қауіпсіз орта, мәдени орта, жаңағы инновациялық орта, яғни барлық оқушының дамуына жағдай жасалған жан-жақты қауіпсіз ортаны қалыптастыру. Сондықтан да осы орайда мен үшін ең басты құндылық бұл оқушының жаңағы тәртібі, тәрбиесі ең басты құндылық деп ойлаймын. Сондықтан да біз басшы ретінде, яғни оқушыға тек қана білім беріп қана қоймай, яғни оқушының тәрбиесіне де көп көңіл бөлуіміз керек деп ойлаймын. Яғни құндылыққа негізделген білім беруді міндетті түрде қолдануымыз керек. Қазіргі міне құндылықтар айтып жатырмыз ғой, адал азамат, біртұтас тәрбие бағдарламасы, сондағы құндылықтарды жаңағы оқушының ойына сіңіре білуіміз керек. Келесі сұрақты қоятын болсам, сіздің бойыңызда екі тұлға тоғысқан. Бірі қатаң тәртіп талап ететін басшы, екінші бала жанын түсінетін ұстаз. Мектептегі басқарудағы сіздің басты қағиданыз қандай? Енді мектепті басқару ол оңай емес. Мектепті басқаруда ол мен ойлаймын жаңағы қатал деп айта алмаймын. Енді ол тәртіп. Кез келген мекемеде ол тәртіп, яғни тәртіп болу керек. Кез келген оқушы болсын, онда жұмыс жасап жатқан кез келген қызметкерлер болу үшін барлығына тәртіп бірдей. Сондықтан да әрине ол тәртіп болу керек. Сонымен қатар енді басшы болғаннан кейін ол бірінші кезекте оқушыны жақсы көре білу керек, мейірімді болу керек. Сонда ол оқушы сезінеді. Қандай талап қойсаң да, егер оқушыға бір мейіріммен, жанашырлықпен қарасаң, ол оқушының жүрегіне бәрібір жетеді. Қазір түсінбесе де кейін оны оқушы кейін босын түсінеді деп ойлаймын. Сондықтан да енді осы екі қасиетті алып жүру керек кез келген басшы. Жауабыңызға рахмет. Енді мен осы тұста мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сізді енді директор де мұғалім деп те айтып жатыр ғой. Директорлық жұмыс көп уақытыңызды алса да, кейде андай іштей мұғалім ретінде сабақ бергенді, балалардың көзіне андай лапылдап тұрған отты көрген сағынасыз ба? Әрине сағынам. Енді мен директор болсам да сабақ беремін. Бірақ кейде ойлап қаламын, мұғалімдік маған көбірек жақынырақ деп өйткені бұрынғы кезде мен мұғалім болдым ғой, сол кезде оқушыларға көбірек көңіл бөлетінмін. Ал қазір енді директор болғаннан кейін уақытым көп сол жаққа қарай кетіп қалғандықтан кей жағдайларда оқушыларға көңіл дұрыс бөлінбей қалады. Енді сол орайда бәрібір де ең бірінші басшы ол педагог болу керек. Сондықтан да енді әрине сағынам, оқушылардың осы сабақ кезінде белсенділігін көргенде, оқушылардың көзінен отты көргенде, ол маған ерекше шабыт береді.
кез келген мысалы үшін білейін, ізденейін, оқиын деп тұрған оқушы, ол кез келген мұғалімге, кез келген педагогқа шабыт беру керек. Ол кездерді әрине сағынамын. Жақсы, рахмет. Біз сізді мектепте әрқашан жинақы, салмақты және жауапты директор ретінде көреміз. Ал мектеп табалдырығынан шыққандағы бейнеңіз қандай? Яғни үйде балаларыңыз үшін қандай анасыз? Қызық сұрақ екен. Енді менің болмысым осындай. Мен үйде де, қай кезде де, қоғамдық орында да болсын осындай деп ойлаймын. Мүмкін енді орта ауысқанда мүмкін кейбір мінезім мүмкін ауысуы мүмкін, бірақ та дегенмен менің мінезім, болмысым осындай деп ойлаймын. Тұйық, салмақты қалпындамын. Мектеп табалдырығын аттаған кезде де осы қалпымды сақтаймын. Үйде де енді балаларым айтып жатады, сіз бізге көп көңіл бөлмейсіз, сіз бізге қатты талап қоясыз, сіз бізге ұрсасыз деп. Сондықтан да мен ойлаймын, мен мектепте де, мүмкін үйде де осындай шығармын. Енді сырт көз сыншы дейді ғой. Енді балаларым өздері айтар. Бұл жерде менің ойымша, осы мектепке алғашқы келген кезде, әрбір бала директорды көрген кезде, директор қатал болып көрінеді, қатал, талапшыл адам ретінде көрінеді. Бірақ сізбен қазір біз былай күнделікті сөйлескен кезде, күнделікті өмірде, мектептің ішінде көрген кезде, өте андай мейірімді, бәріне қарапайым қарайтын, түсіністікпен қарайтын жан сияқты көрінесіз менің өзіме. Мен мына жерде мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сізде осы мектептегі жұмыс, директорлықтан, ұстаздықтан бөлек қандай хоббиларыңыз бар? Мүмкін спортпен айналысқанды ұнатасыз ба? Енді әрине хобби бар. Мен мысалы үшін спортты жақсы көремін, волейбол ойнағанды жақсы көремін негізі. Бірақ та уақытым болмай қалады ол жаққа. Бірақ бұрынғы кездері кешкі уақытта мектепте мұғалімдермен бірге қалып волейбол ойнатқанды ұнататынмын, және де кітап оқимын. Бос уақытым бола қалса, мен әртүрлі жанрдағы кітап оқуға тырысамын, және де қазір де осы кітап оқуды қолға алып жатырмын. Ең таңертең ерте келемін сағат 7-де. Сонда мен өзіме осындай не қойдым, 7-ден 7:30-ға дейін кітап оқимын деген. Мен сол әдетті қазір жалғастырамын, қалыптастырып келе жатырмын. Сағат таңғы 7-ден 7:30-ға дейін кітап оқимын. Осы сұраққа тағы да көз көргім келеді. Тағы да сұрағым келеді. Сіз сонда қандай жанрды оқығанды жақсы көресіз? Қандай авторларды оқығанды жақсы көресіз? Әртүрлі. Енді мен осы мектепке келгенімне Мағжан педагогикасын оқыдық. Одан кейін гибкое сознание дейді. Установка на рост, установка на данность деген соны оқып бастадым. Одан кейін Рачинскийдің Мінсіз мұғалім кітабын оқыдым. Әртүрлі. Самый богатый человек в Вавилоне, атомдық әдеттер. Қай кітап, мысалы үшін өзімнің қатарлас мұғалімдерім қай кітапқа бір ұсыныс береді, мақтап, сол кітапты мен оқуға тырысамын. Енді бұл жерде мен түсінген бойынша, сіз өзіңіз енді педагог басшы болғаннан кейін көбінесе педагогикалық, жалпы қалай сондай кітаптар оқиды екенсіз. Бірақ негізі кітап оқыған маған да ұнайды. Кітап оқыған өте адамға пайдасы көп. Біріншіден оқушы ретінде осындай көп жерде сөз сөйлегендіктен, сіз директор ретінде көп жерде сөз сөйлейсіз, әр жиында сізге сөз беріледі. Кітап оқу арқылы адам өзінің сөздік қорын көбейтеді, толықтырады деп ойлаймын. Енді менің мынандай сұрағым болып тұр. Енді біз қазір мектеп туралы айтып отқаннан кейін, сіз мектеп кезінде қандай оқушы болдыңыз? Қандай қызықты оқиғаларыңыз бар? Мүмкін сабақтан қаштыңыз ба? Немесе енді мектеп кезінде, жалпы мектеп оқып жүрген осы Динара Жүсіпқызы болашақта осылай директор болып мектеп басқарып отырамын деп ойладым екен. Жақсы сұрақ. Енді мен де өздеріңіз сияқты оқушы болдым. Менде де әртүрлі шалалық, балалық дейміз болған шығар. Бірақ та мен мектепті жақсы оқыдым. Мен 1-ші сыныптан 7-ші сыныпқа дейін үздік оқыдым. Күршім ауылында Ақсуат орта мектебінде 1-ші және 7-ші сыныптарды өте үздік оқушы болып аяқтадым. Одан кейін 7-ші сыныптан кейін қалаға келдім.
қазіргі кезде мына дарынды балаларға арналған физика математикалық. Енді ол жерде біз ауылда үздік болып келген оқушы, ол жерде әрине бағамыз түсті. Қабылдай алмадым. Өйткені біз қашанда өзімнің ортамда лидер болып алған, ең мықты, ең белсенді, ең үлгілі оқушы ретінде болдым ғой. Енді ал лицейға келгенде ыңғай сондай белсенді, сондай өте жақсы оқитын оқушылар жиналған. Сол кезде менің бағаларым түсті бірталай пәннен. Сол кезде қабылдай алмадым, бірақ та қазір өкінбеймін. Бағам түссе де мен сол лицейдан өте жақсы білім алып шықтым. Енді қандай қызықты оқиғалар болды дегенге қазір есіме түспей отыр. Қазір біз енді интернатта тұрдық. Мен ол кезде интернатта тұрдым ғой. Сол кезде мен қазір таң қалдыратын дүние, біз бір класста 20 қыз болғанбыз. 20-дай қыз болдық. Сол кезде бір бөлмеде тұратынбыз. Бір бөлмеде 20 қыз, қазір ойлаймын, қалай тату тұрғанбыз деп. Қазір міне студенттер 2 қыз өзі бір бөлмеге сыймай жатады ғой, 3 қыздың бас қосылып бір-бірімен сыйыспай жатады ғой. Ал біз сол кезде 20 қыз қалай бір бөлмеде тату-тәтті өмір сүргенбіз деп ойлаймын. Одан кейін бір қызығы, біз ауылға кетеміз, содан кейін каникул кезінде қайтадан интернатқа келеміз. Сол кезде үйден азық-түлік алып келеміз, бауырсақ, конфет. Сол кезде үйдегілерге айтамыз, 20 қызға дайындатып алып келеміз. Содан кейін ана қатарынан төсектер тұрады бізде. Сол төсекке әрқайсымыз бір-бір уыстан бауырсақ, бір-бір уыстан кәмпит сөйтіп бөліп беретінбіз. Сондай бір-бірімізге деген қамқор, мейірімділік сол кезде мүмкін жақсы болған шығар деп ойлаймын. Бізді сол интернаттың өмірі сондай бір мейірімділікке, қамқорлыққа, жанашырлыққа үйреткен бе деп ойлаймын енді. Қазір енді сол қызық жағдай есіме түсіп отыр, ал енді өздеріңіз білесіздер, жақсы оқитын оқушы ешқандай тәртіп бұзбайды, бәрін орындайды, мұғалімнің айтқанын, сабағын оқиды. Мен де сондай оқушы болғанмын. Мына жерде енді интернетте тұрдық деп 20 қыз тұрған, енді шынымен де 20 қыз бірлікте тату тұру ол қиын. Яғни мен ойымша сол 20 қыздың енді көбісі бәрі демей қояйын, мысалы 20-ның 18-і болсын, өте 7-ші сынып болса да саналы, жандай өте тәрбиелі адам болған. Себебі ешкіммен ұрыспай, тату-тәтті, тек қана өз бастарын ойламай, өзі жалғыз тығып жемей бәрімен бөліскені, ол сіздердің сол бір тәрбиелеріңіздің көрінісі деп ойлаймын. Енді келесі сұраққа келетін болсақ, мен өзімнің тарапымнан осындай бір сұрақ бар. Сіз сонда физмат мектепте оқып, осы биология саласына қызықтыңыз ба? Әлде қалай? Әлде бұл балалық шақтың биология пәні мұғалім болу сізде арманыңыз болды ма әлде? Жақсы. Енді негізі менің биология пәнінің мұғалімі болу арманым болған емес. Бірақ та мен физика-математикалық лицейде оқығанда бізде 2 класс болды. Бір класс химия-биологияны тереңдетіп оқиды, бір класс физика-математиканы тереңдетіп оқиды. Мен А классында оқыдым, мен химия-биологияны тереңдетіп оқытатын класста оқыдым. Бірақ мен негізі химияға көп жақын болғанмын. Негізі бітірген 4 жылдық мамандығымда химия пәнінің мұғалімі. Неге биология пәнінің мұғалімі? Өйткені біз кезінде енді химия пәнінен мен жұмыс таба алмадым, университет бітіргеннен кейін. Одан кейін биология пәнінің мұғаліміне орын болды. Енді сол кезде биология пәнінің мұғалімі болып, қосымша 2-ші жоғарғы дипломды кейінірек алдым. Солай енді биология пәнінің мұғалімі болып кеттім. Ал бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз? Бала кезімде негізгі арманым менің дәрігер болу болған. Дәрігер болу болған, бірақ мен дәрігерлік медакадемияға түсе алмадым. Сол кезде тәуір жыладым да, түсе алмаған екен. Бірақ қазір ойлаймын, мен текке түсе алмаған екенмін. Менің негізгі миссиям осы білім беру, осы мектеп саласы екенін қазір түсінім. Менің негізгі бағытым осы педагогика бағыты, яғни балаға білім беру, балаға үйрету, баланы оқыту. Сондықтан да енді сол қазір мен өзімді медицина саласында көрмеймін. Яғни сол жерде қазір ойлап қоям, медицинаға түспегенім дұрыс болды ау деп.
Ал енді мектеп кезінде енді бір директорлық болам деп енді ол ойлаған емеспін. Бірақ та кез келген бір істі берсе, мен соны аяғына дейін жеткізуге тырысатын әдетім бар. Енді сондықтан да осы қасиеттерім осы менің директорлық жолға алып келген шығар деп ойлаймын. Енді білім беру саласында мен мұғалім де болдым, оқу ісінің орынбасары болдым, тәрбие ісі жөніндегі орынбасар болдым. Енді яғни осы жол өзі осы басшылыққа алып келді деп ойлаймын. Мен мынандай сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз жұмыс болмағандықтан екінші жоғары білім ретінде биология пәнін мұғалім оқыдым деп айтып жатсыз. Енді қазір мүмкіндік бар кезде химия пәнін мұғалім ретінде жұмыс жасап көргіңіз келмей ма? Енді қазір өзімді кейде қынжыламын. Мен негізі химияны жақсы көрдім ғой. Бала кезімнен химиядан олимпиадаға қатысатынмын. Химияны жақсы көрдім. Қазір ойлаймын кейде. Менің сонда химиядан алған дипломым текке жатыр ғой деп. Бірақ та енді алғашқы кезде биология пәні мұғалімі болғаннан кейін мына қазір кезде біздің категориямыз дейміз ғой, біліктілігіміз барлығы биология бойынша болып кетті да. Сондықтан енді биологияны алып кеттім. Бір уақыттарда мынандай ой болды, әлде екі жақты да. Химияда кейбір мұғалімдер бар ғой, химиядан да береді, биологиядан да береді. Бірақ та маған бір бағытты ұстанған ұнайды. Или химия, не болмаса биология. Сондықтан да енді сондай енді әйтеуір биологияны бастадым ба, енді сол биологиямен кетейін деп шештім мен. Негізі өйткені жаңа категория барлығы осы биология бойынша. Енді осы сұхбатымыз түйіндей келе, келешек мектебінің шәкірттеріне айтар ең басты кеңестеріңізді білсек. Осы келешек мектебінің оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Осы бізде қазіргі таңда 11 сынып бітірген кезде ұлттық бірыңғай тестілеу, яғни ұбт тапсырады ғой оқушылар. 11 сынып оқушыларына қандай кеңес берер едіңіз? Енді келешек мектебінің оқушылары бәсекеге қабілетті болу керек, жан-жақты болу керек, өзінің білімін, өзінің әлеуетін көрсете алатындай оқушы болу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен кез келген оқушыға мынандай кеңес бергім келеді. Қазіргі таңда білімге құштар болу керек, ізденімпаз болу керек, не нәрсені үйренуге ұмтылып тұру керек. Сонымен қатар жаңағы өзін-өзі дамыта білу керек. Оқушы мысалы үшін өзін-өзі тани білу керек. Қандай қабілеті басым, қандай кемшілігі бар менде, яғни қай қасиетімді мен дамыту керекпін деген сияқты оқушы сондай бағытта жұмыс істеу керек. Айтарым, еңбектену керек. Еңбек түбінде жеңбек деп айтамыз ғой. Еңбектенген бала, еңбектенген адам, ол кез келген жерде өзінің сол еңбегінің нәтижесін көреді деп ойлаймын. Сондықтан да оқушы болсын, жастарға да болсын айтам, оқы, ізден, үйрен, дамы. Қазір мына заман жастардың заманы. Білем деген, үйренем деген, ізденем деген жастарға барлық есік ашық. Бұл ма? Динара Дүйсепқызы, бүгінгі ашық әрі шынайы әңгімеңіз үшін шын рахмет, көп рахмет айтамыз. Сіздің басшылығыңызбен келешек мектебінің болашағы жарқын болатынына сенеміз. Еңбегіңіз жемісті болсын. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге де. Осымен біздің бүгінгі шығарылым өзінің мәресіне жетті. Каналымызға тіркеліп, любой пікірлеріңізді жаза келіңіздер. Келесі шығарылымда кездескенше.